Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі, ерекше құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сызғышымыздың үлкен және кішкентай жағы болады. Біз құрақ блоктарын үлкен жағымен өлшейтін боламыз. Құрақ блоктарын бастаймыз. Ол үшін бізге 3,5-ді 3,5 қызыл және сары матамыз қажет. Және де көлемі 3,25 және 3,25 көк матамыз қажет болады. Қызыл және сары матамызды бір-біріне беттестіріп, ортасын сызып, сол сызық арқылы екі тігіс түсіретін боламыз екі жанына. Тігіп болғаннан кейін ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып аламыз. Сол кезде бізде екі бөлшек шықты, төртбұрыш. Мінекей екеуі шықты. Осының үстіне көкті қойып, екеуін де тігіп алсаңыздар болады, немесе біреуін тіксеңіздер болады. Менің жағдайымда біреуі қажет тек қана. Көк матамызды ортасын сызып, қарама-қарсы қылып орналастырып, мінекей осылай дәл видеодағыдай екі жағына тігіс түсіретін боламыз. Тігіп болғаннан кейін ортасын қиып, қайшымен бұрыштарында қиып аламыз. Сол кезде осындай әдемі құрақ блогы шықты. Екінші құрақ блогында дәл осылай тігеміз, тек бұл жерде түстері ауысып отыратын болады. Мен тек қана бір құрақты тігіп көрсететін болғандықтан, мен бір бөлігін ғана тігіп көрсетіп жатырмын. Үшінші құрақ блогында дәл осылай тігеміз. Бұл жерде де тек түсі ауысып отырады. Түсіне мән береміз. Бәрі жазылып көрсетілген. Төртінші құрақ блогымызды да дәл осылай тігіп шығамыз. Мінекей 4 блогымызды тігіп болдық. Ендігі кезекте қалған блогымызға қажетті маталар мен өлшемдері. Көлемі 3,3 болатын көк матамыздан 4 штук, көкшіл матамыздан 4 штук, сары матамыздан 4 штук, қызыл матамыздан 4 штук қажет болады. Сонымен қоса ақ матамыздан көлемі 5,5-да 5,5 болатын 4 штук қажет болады. Бұл біздің 5-ші блогымыз. Көк матамыздан 2 штугын алып, ортасын сызып, осы сызықты бір-біріне қарама-қарсы қылып, бұрыштарына орналастырамыз, дәл видеодағыдай. Және де осы орналастырып болғаннан кейін, осы сызық арқылы екі жағынан тігіс түсіретін боламыз.
Осы сызық арқылы қайшымен қиып, артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Сол кезде осындай, мінекей осындай болып шықты. Енді осының бұрыштарына сары матамызды алып, артын осылай сызылған келесі үшінші бұрышына орналастырамыз. Және де сызық арқылы екі тігіс түсіретін боламыз бұған да. Ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып аламыз. Сол кезде мінекей осындай әдемі құрақ бөлшегі шықты. Келесі кезекте 6-шы құрақ блогымыз. Бұл жерде де дәл солай, тек түстері ауысып отыратын болады. Түстеріне мән береміз. Бұл жерде біздің 7-ші құрақ блогымыз. Бұл жерде де тек түсі ауысып отырады. Және де 8-ші құрақ блогымыз. Тігіп болғаннан кейін бүкіл бөліктерімізді өтекпен өтектеп алатын боламыз. Мінекей біздің құрақ блоктарымыз дайын болды. Мен сіздерге тек бір-бір ғана штугынан алып көрсетіп жатырмын. Видеоны мұқият қараймыз. Енді осы құрақ бөлшектерінен құрақ жасайтын боламыз. Енді осының төрт бұрышына көлемі 2,5-да 2,5 болатын ақ матамыздан 4 штук қиып алып орналастырамыз. Енді осыларды өзара тігіп шығатын боламыз.
Тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен бастырып өтектеп алатын боламыз. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Өте ерекше, әдемі болып шықты. Егер де менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушадағы все деген батырманы баса кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.